Мұғалімі Селханова Венера Кенжебаевна. Сыныбым 2-ші сынып, пәні қазақ тілі. Мен қазақ тілі бағдарламасымен таныса отырып, бөлім 2-ші бөлім оқылым, жазылым, бөлімше 1-2 мәтін түрлерін мен құрылымдық бөліктерін анықтау, мәтін түрлерін құрап жазу. Сабақтың тақырыбы мәтін түрлері және оның мәтін және оның түрлері. Сабаққа негізделген оқу мақсаттарын: бірінші мақсат мәтін түрлерімен таныстыру, сосын оның бөліктерімен анықтау. Сол сабақ мақсатына негіздеп, оқу мақсатына негіздеп сабақ мақсаты алып, бірінші мақсат не істеді, қандай, неліктен сұрақтарына жауап береді. Екінші мақсат мәтін түрлерін әңгімелеп, сипаттап, пайымдауды ажыратады. Ал үшінші мәтіннің құрылымдық бөліктерін анықтайды. Осы сабақ мақсатына сай бағалау критериясын жасадым. Алдым, сол бағалау критериясында барлық тапсырмада оқушыларды бағалап отырам. Тілдік мақсатта, үш тілдікте мәтін сөзін үш тілде үйретуді алдым. Мәтін түрлерін ажырата алады тілдік мақсат. Пәнаралық байланыс, әдебиет және көркем еңбек. Осындай ресурстар алдым. Интербелсен тақта, сосын суреттер, қима қағаздар. Ал құндылықтарға оқушылар құрметтеу, бір-бірін топта бірлесе отырып жұмыс жасау барысында деген барысына бір-біріне деген құрмет пайда болады. Смарт бағдарламасы, смартқа сай тапсырмаларым нақты, өлшемді, қолжетімді және шынайы 40 минут уақытқа белгіленген. Сол уақытты осы мақсаттарыма жетемін, оқушыларымды бағалаймын деп ойлаймын. Белсенді әдіске мен осы білім мазмұнын жаңарту курсында белсенді әдістің тереңірек үйрендім деп айта аламын. Белсенді әдісте топтасу әдісін алдым. Оған бірінші тапсырмамда оқушыларға 3 түрдегі мәтінді беріп, 3 топқа бөліп тастап, сосын олар суретте сұрақтар тұрады, сол сұрақтарға жауап жасайды. Мысалы, топтық жұмыстың тиімділігі: оқушылар топта достық, қарым-қатынастықтары бір-біріне дамиды, бір-біріне көмектесуге, үйретуге бейімдеседі. Топтық жұмыстың тиімділігінде тапсырмаларды көмектесе отырып орындайды. Топ ішінде бір-бірін бағалап, кері байланыста жасайды. Топтық жұмыс, топтасу әдісінің тиімділігі достыққа, ынтымақтастыққа, қарым-қатынасқа дамиды. Бірінші тапсырмамда оқушыларды топтасумен өз мақсатыма жетемін деп ойлаймын. Екінші саралау тәсілі: осы білім мазмұнын жаңарту дегенде, осы саралау дегенде терең үйренуге болады екен. Себебі оқушыларды саралап, оның жаңағы қабілетіне қарай тапсырмалар дайындап, жұмыстануға көп көмегі тиеді екен. Осы мен саралау тәсілінде оқушыларыма мәтін түрлерін әңгімелеу, сипаттау және пайымдау түрлерін ажырататын мақсатын қойдым. Саралауда А оқушы сурет бойынша белгіленген тақырыпта әңгімелеу мәтінін құрастырады, ал Б оқушы сурет бойынша сипаттау мәтінін құрастырып, сипаттау сөздерін орынды қолданады. Ал С оқушы болса, сурет бойынша пайымдау мәтінін құрастырады, пайымдау мәтініне қандай сурет салуға болатын ауызша айтып кетеді. Ал пайымдау мәтінінің не екен сызба бойынша дәлелдейді. Саралаудың негізгі әдіс тәсілінің біріне диалог және қолдау көрсету әдісін алдым. Себебі кейбір оқушыларға тапсырманы орындау барысында жан-жақты әрі нақты көмек қолын беру керек болады. Қолдау барысында сөзбен қолдап көрсетіп және ынталандыруға маңызды рөл атқарады екен. Осы кезде оқушыларды сіз мақтап, кішкене қолдау көрсетіп отырсаңыз, оқушылардың жайлап сараланып тапсырмадан белгілі болады екен. Саралап оқытудың әрбір оқушыға мақсатқа жетуіне оң ықпал етудің тиімді жолы екен. Мен сосын осы білім мазмұнын жаңарту курсында критериалды бағалауды сабақ мақсатынан, оқу мақсатына алып, оқу мақсатына оның бағалау критериясын алуды түсіндім. Осы критериал бағалауды үшінші тапсырмамда мысал етіп айтып кетейін. Мәтіннің құрылымдық бөліктерін анықтайды. Мысалы, мәтіннің басы, негізгі бөлімі, соңы деген сияқты. Осы кезде барлық тапсырмаларымды бағалап отырсам, оқушылар алдыға қарай жылжиды екен. Мен мынаны білгім келеді, апай маған баға қояды деген сияқты критериалды бағалаудың тиімділігі өте көп екен. Осы кезде жұптық жұмыс алдым. Әр жұпқа
мәтіндердің сұрақтарын қойып, оның сұрақтар арқылы өзін қойған сұрағына жауап іздеп, сондай жұмыстар жасайды. Критериалды бағалаудың тиімділігі білім алушылардың әлсіз тұстарын бақылауға болады. Келесі сабақта қандай критерийге көңіл бөлуге керектігін біледі екенмін. Одан басқа мұғалім оқушыларды әртүрлі тәсілмен бағалауға болады екен. Мысалы, өзіңнің оқушыларды ынталандыру үшін әртүрлі тәсілмен бағалауға болады екен. Ал оқушылар өздерін бағалайды, өзінің әлсіз тұстарын, білмеген жерлерін, сол осыны мен білсем бағаламын деп алға қарай інтелейді, жылжиды екен. Сосын қалыптастырушы бағаны әрбір тапсырмада алдым. Осы тапсырмамда бас бармақ әдісін алдым. Әрбір тапсырмада оқушылар өздерін бағалап, бір-бірін бағалап, ортаға салады. Сосын соңғы мен осы ықшам сабақты жоспарлаудың ықпалы білім мазмұнын жаңартуда көп затты үйрендік деп айта аламын. Себебі мен осы БМЖ курсында көптеген дүниелер үйлендім. Мен Жаңаөзен қаласы номер 21 орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Сұлтанова Несиелі Махмудқызы. Осы біліктілікті арттыру курсынан қысқа мерзімді жоспарда меңгергенімді екінші сынып жаратылыстану пәніне құрып отырмын. Менің жаратылыстану пәніне алған тақырыбым күшті қалай өлшейміз? Бөлім табиғат физикасы, күш пен қозғалыс. Бөлімше 5.1 күш және қозғалыс, табиғаттану әдістері. Осы сабақ арқылы жүзеге асатын оқу мақсаттарым: 2.5.1.3 қозғалыс тудыратын күштерді зерттеу, 2.1.2.1 ақпарат көзі ұғымы және оның зерттеу жүргізудегі маңызын түсіндіру. Бағдарлама талаптарына сай жалпы оқудан жеке оқуға байланысты оқу мақсаты 3 сабақ мақсатына сараладым. Бірінші, қозғалыс тудыратын күштерді зерттейді. Екінші, тәжірибе арқылы түрлі денелердің қозғалысқа не әсер ететінін зерттеп дәлел келтіреді. Үшінші, ақпарат көзі ұғымы және оның зерттеу жүргізудегі маңызын зерттейді. Осы қысқа мерзімді жоспарында оқу мақсатына жету үшін әртүрлі педагогикалық әдіс-тәсілдерді қолдандым. 3 тілділік қарастырылды. Құндылықтарда ынтымақтастық және құрмет. Білім алушылар топта бірлесе жұмыс жасай алады және бір-біріне құрмет көрсетеді. Тілдік мақсат жылдамдықты түрлі денелерге мысал келтіреді, салыстыра отырып сипаттайды. Қысқа мерзімді білім мазмұны оқу курсында көптеген интербелсенді әдістермен таным және оларды қысқа мерзімді жоспарымда топтық жұмысында қолдандым. Үшінші тапсырма: сабақ мақсаты ақпарат көзі ұғымын және оның зерттеуіндегі маңызын түсіндіру. Бірінші топ қозғалыстың қалай өзгергенін бақылайды, екінші топ сызғыштың қалай қозғалатынын бақылайды, үшінші топ әртүрлі заттар бақылайды. Оқушыларға әртүрлі заттар беріледі. Белсенді әдісінің тиімділігі: білім алушылар өз ойын нақты жеткізе білу қабілеті қалыптасады. Зерттеу дағдысында тапқыр қалпы дәлелдеу қабілеті дами бастайды. Курста тренердің саралау тәсілімен таныстырып, оның тапсырма беруге қалай қолдану керек екенін үйретті. Қысқа мерзімді жоспарымда саралау тәсілін бірінші тапсырмамда көрсетемін. Сабақ мақсаты қозғалыс тудыратын күштерді зерттей біледі. Ал оқушы берілген сурет бойынша адамдар мен жануарлар заттарға немесе нысандарға қалай әсер ете алады. В оқушы суретте заттарды кім итеріп жатыр, ненің әсерінен. С оқушы суретте иттің қожайыны оның әсерінен нені өзгертті, кімнің басымырақ. Саралап оқытудың тиімділігі әрбір білім алушыға мақсат қол жеткізуге ықпал етеді. А оқушыдан жеңіл, В оқушыдан орташа, С оқушыдан күрделі жауап күтемін. Білім алушыға қалыптасатын дағды өзінше тұжырым жасау, қорытынды шешімге келу, қарым-қатынас жасай білу, топ алдына өз ойын айта білу қабілеті дамиды. Бұл осы бағдарламада критериалды бағалау туралы жан-жақты мағлұмат алдым. Қысқа мерзімді жоспар тапсырмаға сай критериалды бағалаудың тиімділігі сабақ мақсатындағы тапсырмаларды орындай отырып кездескен қиындықтарды табуға, білімдерін әділ бағалауға, білім алушы мен мұғалім арасында кері байланысты орнатуға мүмкіндік береді. Критериалды бағалауға мысал ретінде жұптық жұмыс екінші тапсырмамды алдым. Сабақ мақсаты тәжірибе жасау арқылы түрлі денелердің қозғалысқа әсер ететінін зерттейді, дәлел келтіреді. Балалар жұпта қорапты тартады, бірінші жұп. Екінші жұп балалар жұп пен допты біріне лақтырады. Үшінші балалар жұптасып партаны орнынан қозғалтып көреді.
Дискриптор бірінші денені қозғалту үшін жасалған әрекеттер анықтайды. Екінші жұп балалар жұппен бір-біріне допласу арқылы күштің әсерін зерттей алады. Үшінші жұп картамен тәжірибе жасау арқылы түрлі денелердің қозғалысына әсер ететінін біледі. Қалыптастырушы бағалау мен кері байланыстың тиімділігі жетістікке жетуге, өз ойын дәлелдеу жеткізу барысында білімін бағалай білуге, ынталануға, талпындыруға, өзін-өзі бағалай білуге үйретеді. Кері байланысқа бес саусақ әдісі. Ықшам сабақтың әсері: әріптестермен кері байланыс алдым, жаңа идеяларды туындата білді, өзімнің жұмысыма тренерден қолдау болды, тәжірибе алмасуға септігін тигізді, кәсіби тұрғыда дамыдым. Қысқа мерзімді жоспар құруда тренерім бағыт беріп қолдау көрсетілді. Теориялық білімді тиімді түсіндірген тренерінің жүйелі жұмыс арқасында қысқа мерзімді жоспар жасауда түсіндім. Ықшам сабақ өткізу барысында қысқа мерзімді жоспар галереясы бойынша әріптестердің берген ұсынысы негізінде қысқа мерзімді жоспарыма өзгеріс енгізіп, жұмыс бағытын түсіндім. Алдыңғы уақытта өз тәжірибемде жұмыс жүргізу, қысқа мерзімді жоспар құруда тиімді оқыту әдістерін қолданамын. Смарт мақсатта қымжы жоспарлаймын. Рахмет. Сүгір Бегендіғұл атындағы нөмір 4-ші орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Өскенбаева Айжангүл Бақытжанқызы. Осы біліктілік арттыру курсында қысқа мерзімді жоспарды жаратылыстану пәнінің 2-ші сыныбына құрып отырмын. Осы жаратылыстану бағдарламасымен таныса отырып, 2-ші тірі табиғат бөліміндегі 2-де-1 өсімдіктер 1-де-2 табиғаттану бөлімшесінен 2-2-1-1 өсімдіктердің әртүрлі жағдайларда өсу мүмкіндіктерін зерттеу, 2-2-1-4 мекен ету ортасына байланысты өсімдіктердің топтарын салыстыру мақсатын таңдадым. Және де жаратылыстану пәніне қосымша 2-1-2-1 ақпарат көзі ұғымын және оның зерттеу жүргізудегі маңызын түсіндіру мақсатын таңдадым. Бағдарлама талаптарына сай жалпы оқудан жеке оқуға көшуге байланысты оқу мақсатында 3 сабақ мақсатын сараладым. Бірінші, өсімдіктердің әртүрлі жағдайда өсу мүмкіндіктерін зерттейді. Екінші, өсімдіктердің әртүрлі жағдайда өсу мүмкіндіктеріне нақты дәлелдер келтіреді. Үшінші, өсімдіктердің әртүрлі жағдайда өсу мүмкіндіктерін ақпарат көздерін пайдаланып зерттеу жүргізеді деген. Осы қысқа мерзімді жоспарды құруда оқу мақсатына жету үшін суреттер сыр әдісін, тапсырма тәсілін, жас зерттеуші әдісін, тағы басқа әдіс тәсілдерді қолдандым. Кері байланысқа білім ағашы әдісін қолдандым. Сонымен бірге бірінші тапсырмаға жұптық жұмыс, екінші тапсырмаға жеке жұмыс, үшінші тапсырмаға топтық жұмысты алдым. Осы қысқа мерзімді жоспарды құруда коммуникатив дағды қамтылған барлық тапсырмаларда тыңдалым, айтылым, оқылым жүрді. Осы курстан осы бағдарлама негізінде құндылықтарға негізделгенін түсіндім. Қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілікке тәрбиелеу. Белсенді оқыту әдісін осы қысқа мерзімді жоспарда интербелсенді оқыту әдісімен таныстым және де оны барлық тапсырмаларда қолдандым. Осы белсенді оқыту әдістерін тапсырмаларға қолдануда ұжымдық, топтық, жұптық жеке жұмыстарда қолдандым. Мысалы, бірінші тапсырмада жұптық жұмыста суреттер сыры әдісін пайдаландым. Мұндағы сабақ мақсатым өсімдіктердің әртүрлі жағдайда өсу мүмкіндіктерін зерттеу. Бұл тапсырмада балаларға мынадай нұсқаулық беріледі: оқушылар өсу мүмкіндігі әртүрлі өсімдік топтарын сипаттайды, сурет бойынша өз ойларын айтады. Берілген сөздерді өсу мүмкіндіктеріне қарай байланыстырады. Оқушыларды А, В, С жұбына саралаймын да, әр жұпқа мынадай тапсырмалар беремін. А жұбы бақбақты сипаттайды, өсу ортасын анықтайды. В жұбы балдырды сипаттайды, өсу ортасын анықтайды. Балдырды қай салаларда қолданатынын айтады. С жұбы адыраспанды сипаттайды, өсу ортасын анықтайды. Адыраспанның қасиеттерін айтады. Бұл жерде тапсырмаларды қарапайымнан күрделіге қарай балалардың қабілетіне қарай бөліп бердім. Жұптық жұмыстың тиімділігі: жұптық жұмыс өзіне сенімсіз, баяу әрекет ететін балалар үшін тиімді. Өйткені жанындағы жұптың ойын тыңдау кезінде тапсырманы жұптасып орындау білім алушының ішкі ойын түсінуге көмектеседі. Қалыптасатын дағды: бұл жерде оқушылардың оқу және танымдық қасиеті дамиды. Негізгі ойды түсіну, ақпаратты анықтау және түсінгенін қолдана білу, берілген материалды жақсы меңгеру дағдысы қалыптасады. Суреттер сыры әдісінің тиімділігі: оқушылардың белсенді оқуға ынталары артады, өзара ынтымақтастықта жұмыс жасауына ықпал етеді. Сыныптастарына деген сенімділігі, өз әрекетіне жауапкершілігі артады. Менің осы курста тағы бір үйренгенім саралау тәсілі. Саралау тәсілдерін қысқа мерзімді жоспар құруда сабақ мақсатын басынан сараладым. Осы мақсаттарды шиыршық әдісімен қарапайымнан күрделіге қарай алдым. Себебі сыныпта әлсіз, орта, жоғары деңгейдегі балалар болады. Екінші тапсырмада тапсырма тәсілін енгіздім. Екінші тапсырманың сабақ мақсаты өсімдіктердің әртүрлі жағдайда өсу мүмкіндіктерін зерттеу болатын. Бұл тапсырма жеке жұмыс болғандықтан оқушыға
өсімдіктер қандай топтарға бөлінеді, өсу ортасына атаңдар. Бұл оқушыларға ылғал сүйгіш өсімдіктер мен құрғақшылыққа төзімді өсімдіктерді атау, С оқушыға өсімдіктердің маусымдық өзгерістерін сипаттау, өлкеміздегі өсімдік топтарына мысалдар келтіру. Саралаудың негізгі әдістерінің бірі тапсырмалар арқылы саралау. Әртүрлі қабілеті бар оқушыларға тапсырмаларды беру арқылы оқушылардың өз бетінше тұжырым жасау, топ алдында өз тұжырымын айта білу, ойын қорғай білу қабілетін дамытуды саралап қолдану. Бұл тапсырманың нұсқаулығы оқушыларға әртүрлі өсімдіктер бейнеленген карточкалар үлестіріледі, берілген өсімдік түрлерін ағаш, бұта, шөп топтарымен топтастырады. Саралап оқытудың тиімділігі әрбір білім алушыға мақсатқа қол жеткізуге ықпал етеді. Осы бағдарламада критериалды бағалаумен таныстым. Менің бүгінгі қысқа мерзімді жоспарда мақсатыма мынадай бағалау критерияларын алдым. Бірінші сабақ мақсатына өсімдіктердің әртүрлі жағдайда өсу мүмкіндіктерін зерттей алады деген бағалау критерийін алдым. Екінші сабақ мақсатына өсімдіктердің әртүрлі жағдайда өсу мүмкіндіктеріне нақты дәлелдер келтіре алады. Үшінші сабақ мақсатына өсімдіктердің әртүрлі жағдайда өсу мүмкіндіктерін ақпарат көздерін пайдаланып зерттеу жүргізе алады деген бағалау критерийін алдым. Критериалды бағалаудың тиімділігі мұғалім мен білім алушының арасындағы кері байланысты қалыптастыруға, оқу үдерісі барысындағы қиындықтарды түсінуге, бағалауға мүмкіндік береді. Енді осы критериалды бағалауды үшінші тапсырмаға қалай енгізгенімді айтайын. Түсінікті болу үшін баяндап кетейін. Сабақ мақсатына өсімдіктердің әртүрлі өсу мүмкіндіктерін ақпарат көздерін пайдаланып зерттеу жүргізеді деген критериалды бағалауды алдым. Нұсқаулығы екі өсімдікті салыстырады, құрғақшылыққа төзімді өсімдік пен ылғал сүйгіш өсімдікті анықтайды, нақты дәлел келтіреді. Балаларды топқа бөлемін. Автобус суретіне қарап екі өсімдікті салыстырады, дескрипторы өсімдіктерді салыстыралады. В тобы екі өсімдіктерді бөліктеріне қарап салыстырады, жапырақтары мен тамырларын салыстырады. Дескрипторы өсімдік бөліктерін жапырақтары мен тамырларын салыстыралады. С тобы екі өсімдіктің әртүрлі ерекшеліктерін табады. Қайсысы ылғал сүйгіш, қайсысы құрғақшылыққа төзімді екенін анықтайды. Дескрипторы ылғал сүйгіш және құрғақшылыққа төзімді өсімдіктерді салыстыралады. Осы тапсырмаларды орындата отырып, зерттеу дағдыларын бағалайтын кесте толтырамын. Дескриптордың тиімділігі тапсырма бойынша орындаған жұмыс деңгейінің сапасын анықтау. Дескриптор нақтылыққа үйретеді, тапсырма анық болады. Енді осы тапсырмаларды орындаған соң қалыптастырушы бағалауға топтық бағалау, мадақтау және бағалау. Топтық бағалаудың тиімділігі білім алушының өзін өзі бағалауы артады. Кері байланысқа білім ағашы әдісін қолдандым, себебі баланың пікірі арқылы түсінігін байқаймын. Ақшам сабақта саралауды қолдану, әдіс тәсілдерді түсіну қиынырақ болды. Сабақ мақсаттарын құруда әріптестерім Көбенова Нағиманың берген ұсыныстары бойынша өзгерістер енгіздім. Қысқа мерзімді жоспар құруды үйрендім. Ықшамдалған сабақты жоспарлағанда әдіс тәсілдерді ұжымдық, топтық, жеке жұмыстардың тиімді болатынын үйрендім. Бастауыш сынып оқушыларын жалықтырмайтын, оларды әрдайым ынталандыратын әдістерді таңдап, барлық оқушылардың ерекшеліктерін ескере отырып, тапсырмалар дайындайтын боламын. Назарларыңызға рахмет. Нөмірі 12-ші жалпы білім беретін бастауыш мектептің бастауыш сынып мұғалімі Шамова Гүлнара Жұмаевна. Мен осы курс кезінде қысқа мерзімді жоспарды жасап үйрендім. Соның дәлел ретінде екінші сыныптың жаратылыстану пәнінен қаңқа құпиясы тақырыбында қысқа мерзімді жоспарымды құрдым. Жаратылыстану пәнінің бағдарламасынан 2 тірі табиғат бөлімінің, 2-3 адам бөлімшесінен 2-2-3-1 адамның тірек қимыл жүйесінің қызметін анықтау, 2-2-3-2 дұрыс сымбатты сақтаудың маңыздылығын түсіндіру, 2-1-2-2 бақылаудың басты белгілерін анықтау деген оқу мақсатын алдым. Ортақ тақырып менің мектебім. Тілдік мақсат сыныптағы диалог және жазылым үшін пайдалы тілдік бірліктері. Қаңқа сүйектері өседі ме? Қалай өседі? Дәлелдеп айта аласыз ба? Жазылым бойынша ұсыныста қаңқа бөліктер тапсырмасын орындаған оқушылар қаңқа бөліктерінің аттарын жазады. Құндылықтарды дарыту, салауатты өмір салтын сақтауға тәрбиелеу. Оқу мақсатынан 3 сабақ мақсатын құрастырдым. Сол сабақ мақсаттары пәннің ерекшеліктеріне бағытталады. Қаңқаның не үшін қажет екенін түсінеді.
зерттеу жұмыстарын жүргізе алады, дене сымбатын сақтау ережелерін құрастырады. Сабақ мақсаттарын оқушылардың қажеттіліктерін ескере отырып, смарт форматында құрастырдым. Адамның тірек қимыл жүйесінің қызметімен таныстырамын, өлшемді бағалау критерийлерін 4 тапсырмаға құрдым, қолжетімді ресурстармен жұмыс жасаймын, тапсырмалар шынайы болады. Уақытты жоспарға жеткілікті сай қолданамын. Келесі, белсенді оқыту әдісі. Мақсаты 2-2-3-1 адамның тірек қимыл жүйесінің қызметін анықтау. 2-2-3-2 дұрыс сымбатты сақтаудың маңыздылығын түсіндіру. Белсенді оқыту әдісім ойлан, жұптас, талқыла. Осы әдістің тиімді жолы бірлесе жұмыс жасап, шешім қабылдайды. Бұған мен жұптық жұмыс алдым. Жұптық жұмыстың тиімділігі балалар жұмысты бірігіп, ойланып, бөлісіп, ынтымақтаса жұмыс жасайды. Балада қалыптасатын дағды, ойлау дағдысы, сөздік қоры дамиды. Өз ойларын ашық жеткізе алады. Осы тапсырманы пысықтау барысында серпілген сауал әдісін қолданып, тақырыпты меңгерген пысықтаймын. Және де сол кезде мұғалім балаларды ойланту үшін алдын ала дайындаған сұрақтар қоюға болады. Сол сұрақтарға жауап беру үшін бала ойланады. Баланың берген жауабы тапсырманың өздігінен орындауына көмек етеді. Берілген сұрақтар бойынша жауап жаз. Омыртқа жотасы неліктен қисаяды? Омыртқаның қисаюы ағзаға қалай әсер етеді? Дене сымбаттылығын сақтау маңызды ма? Дене сымбатын сақтау ережелерін құрастырыңдар. Бұл жұмыс барысында оқушылар ізденеді, сөздік қоры дамиды, өз ойларын шынайы жеткізе алады. Және де осы қолданған әдістерім білім алушылардың оқуға тартуға бағытталып отыр. Осы берілген тапсырмалар менің сабақ мақсатыма сәйкес қаңқаның не үшін қажет екенін түсінеді. Яғни әдістері оқу мақсаттарына жетуге ықпалын тигізеді. Келесі саралау. Мен саралаудың диалог және қолдану көрсету тәсілдерін қолдандым. Екінші тапсырма сабақтың екінші мақсаты. Дұрыс сымбатты сақтаудың маңыздылығын түсіндіру. Саралаудың диалог және қолдау көрсету тәсілін алған себебім сыныпта оқушыларды қабілетіне қарай 3 топқа бөлемін. Әр топқа тапсырма бергенде мұғалімнің көмегімен көп қажет ететін оқушылар болады. Сондықтан мен осы тәсілді тиімді деп алдым. Көріктілер тобына мынадай тапсырма бердім. Қай суретте баланың дене сымбаты дұрыс жетіледі, сол суретті боя. Қажарлыларға тобына қаңқа бөліктерінің атауларын жазу. Ажарлылар тобына сымбатты болғыңыз келсе деген ереже құрастыру және дәлелдеу. Мен осы тапсырмаларды бере отырып, оқушылардың қабілетіне қарай күтілетін нәтижем А тобынан жеңіл нәтиже күтемін, Б тобынан орташа нәтиже күтемін, және С тобынан ерекшеліктеріне қарай нәтижелі жұмыс күтемін. Тәсілінің тиімділігі бұл саралау тәсілдері арқылы оқушылардың қабілеттеріне қарай әрбір баланың ойын оятып, ойландыруға, талдауға, жасауға, салыстыруға жетелейтін жеке шығармашылық тапсырма беріп, дұрыс қалыптасуына жағдай жасаймын. Белсенді оқыту әдіс, ойлан топтас бөліс әдісі. Бұл әдісінің тиімділігі ойлауы және белсенділік артады. Бұл жұмысты топ болып орындайды. Топтық жұмыстың тиімділігі балалар жұмысты бірігіп, ойланып, бөлісіп, ынтымақтаса жұмыс жасайды. Келесі критериалды бағалау. Мен осы оқу мақсатымнан алынған 3 сабақ мақсатына 3 сабақ критериін алып отырмын. Алып құрдым. Қаңқаның не үшін қажет екенін түсінеді. Мақсаты зерттеу жұмыстарын жүргізе алады, дене сымбатын сақтау ережелерін құрастырады. Бағалау критерийлері қаңқаның атқаратын қызметін анықтайды, қаңқа бөліктерінің атауларын біледі, дене сымбатын қалыптастыруды түсінеді. Осы сабақ мақсаттарын осындай бағалау критерийлерін құрастырдым. Яғни бағалау оқу мақсаттарына сәйкес келеді. Келесі, 5-ші критериалды бағалау, бұл жерде мен 3-ші тапсырманың сабақ мақсатын алып, сабақ мақсаты 2-1, 2-2 бақылауды басты белгілерін анықтау. Бұл тапсырмада мен белсенді оқытудың мен зерттеушімін әдісін алып отырмын. Бұл жерде жұптық жұмыс жүреді, дене бітімнің түзу немесе қисық екенін зерттейді. Балалар тапсырманы орындап болғаннан кейін мен олар орындалған жұмыстарына қарап, соған байланысты бағалау критерийін мен бағалаймын. Сабақ мақсатына сәйкес мынадай критерий алдым, яғни кесте арқылы бағалаймын.
Дескрипторы балалар дене бітімінің түзу немесе қисық екенін анықтайды. Дескриптор тиімділігі бала қадамдап жұмыс жасауды үйренеді. Мұғалімнің бағалауын салыстырып отырады. Соңында қалыптастырушы бағалау ұйымдастырамын. Қалыптастырушы бағалау оқуды қолдайды. Сұрақтар қою арқылы білімнің баланың бойында қалыптасқан, не қалыптаспағанын байқаймын. Қалыптастырушы бағалауды өзін өзі бағалау және саусақ әдісін пайдаланамын. Және осы 3 тапсырмамды бере отырып, сабақтың соңында кері байланыс аламын. Кері байланысқа мен бұлың түймедағы әдісін қолданамын. Балалар бүгінгі сабақты қаншалықты меңгерген сұрақ жауап арқылы білдіреді. Бұл әдіс арқылы баланың сабақты қалай меңгергенін біле аламын. Келесі, ықшам сабақ. Бұл мен осы курста қысқа мерзімді жоспарымды тиімді және пайдалы етіп құруымның басты себебі осы 3 апталық курсымның нәтижесі деп білемін. Және сабақ мақсатын құру маған қиын болды әрине. Әдіс тәсілдерімді тапсырмаға сай келмей, бастапқыда саралау әдісін дұрыс іске асыруды білмедім. Осы курс барысында біз бірнеше рет талдап және қымыжғырып үйрендік. Ықшам сабақ кезінде әріптестерімізбен ақылдасып, олардың берген пікірлері, бірге жүргізген тәжірибелік жұмыс менің қысқа мерзімді жоспарымды құруыма ықпалын тигізді. Осы сабақты жоспарлауды Мұстапаева Жанар, Көбегенова Нағима кері байланыс жүргізді. Әдіс тәсілдердің тиімдісін қолдануды ұсынды. Мен алдағы уақытта орта білім мазмұнын жаңарту курсында үйренген жаңа әдіс тәсілдерімді өз тәжірибемде қолданамын. Және әріптестеріме кері байланыс жасап, осы курста үйренген нәрселерімді міндетті түрде бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет. Қаласы номер 10 орта мектеп бастауыш сынып мұғалімі Шырымбаева Гүлнар Алдияровна. Осы білім мазмұнын жаңарту курсында алып отырған пәнім математика 3 сынып. Бөлім 1000 көлеміндегі сандар, қосу және азайту. Сандар, өлшемдер, бөлімше 1-1 натурал сандар және 0 саны. Бөлшектер, ортақ тақырыбы тірі табиғат, ортақ тақырып аясында. Сабақтың тақырыбы 1000 көлеміндегі сандар, сабаққа негізделген оқу мақсаты 3-1-1-1 1000-ға дейінгі сандардың құрылу жолын түсіну, 1000 көлеміндегі сандарды тура және кері санау, натурал сандар қатарындағы орнын анықтау. Сабақ мақсаты 1 1000-ға дейінгі сандардың құрылу жолын түсіндіреді. 1000 көлеміндегі сандарды тура және кері санайды. 3-ші, олардың натурал сандар қатарындағы орнын анықтайды. Қысқа мерзімді жоспарды құруда пайдаланылған педагогикалық әдіс тәсілдерім: 1-ші, бірлескен топтық жұмыс, пәнаралық байланыс, саралау тәсілі, кері байланыс, жұптық жұмыс, тілдік мақсаттар, модельдеу, акт қолдану, өз тәжірибемнің негізінде оқу, тілдік мақсат, құндылықтарды дарыту, 3 тілділік, 1000, 1000, сөзін, ресурстар, ашық, жабық сұрақтар. 2-ші, келесі. Қысқа мерзімді жоспар құру барысында үйренгенім белсенді әдістер, топтық жұмыс, бірге ойлаймыз әдісін алдым. Түсіну, қолдану, талдау, бейнежүзік, аудиожазба. 1-ші топ, бірліктер тобы, Вен диаграммасы әдісімен 3 таңбалы сандарды салыстырады, разрядтар класын анықтайды. 2-ші топ, жүздіктер тобы, жаңалық ашамыз әдісіменен бірліктер, жүздіктер, мыңдықтар тобын анықтайды. 3-ші топ, мыңдықтар тобы, 1-ші 3 таңбалы сандарды салыстыру алгоритм біледі. 2-ші қосу және азайту амалдарын орындайды.
Үшінші, өлшем бірліктерді біледі. Топтық жұмыстың тиімділігі, білім алушылардың есте сақтау және пікір алмасу, ортаға салу, қорытынды жасау дағдылары қалыптасады. Өз ойларын ашық айта алады. Білім алушыларда қалыптасатын дағдылар, білім алушылардың өз ойын нақты жеткізе білу қабілеті қалыптасады. Келесі, екінші тапсырма жұптық жұмыс. Критериалды бағалаудың мысалы толық жүздікпен қосу және азайту амалдарын іске асырады. Бағалау критерийлері: бірінші, түбір сөзге тиісті қосымша жалғай алады. Қалыптастырушы бағалау: шапалақ әдісі, кері байланыс, бесбармақ әдісі. Қалыптастырушы бағалау тиімділігі, дескриптор тиімділігі, кері байланыс тиімділіктері болды. Нұсқаулық разрядтан аттайтын жағдайлардағы үш таңбалы сандарды қосу және азайтумен байланысты жұмыс жүргізіледі. А жұбы: сандардан үш таңбалы сан құрайды. Дескрипторы: бірінші, үш таңбалы сандарды құрайды. Екінші, разрядтар класын анықтайды. Үшінші, В жұбы: оқушылар түсіп қалған сандарды орнына қоя отырып, мына сұрақтарға жауап береді. Дескрипторы: бірінші, мыңға дейінгі сандардың құрылу жолын біледі, түсінеді және қолданады. Екінші, түсіп қалған сандарды атай алады. С жұбы: баған түрінде есепте. Дескрипторы: бірінші, баған түрінде есептейді, екінші, дұрыстығын тексереді. Келесі, менің осы курста үйренгенім саралау тәсілі. Саралау тәсіліне тапсырма тәсілін алдым. Сабақтың мақсаты: толық жүздікпен бірге оқушылар қосу және азайту амалдарын іске асырады. Үшінші тапсырма: ұжымдық жұмыс, ойлан тап әдісі. А оқушы бос орындарға тиісті сандарды жазады. Дескрипторы: бос орындарға. Екінші, мың көлеміндегі сандарды біледі. В оқушылар салыстырады. Дескриптор: бірінші, үш таңбалы сандарды салыстыру ережесін айтады. Екінші, үш таңбалы сандарды салыстырады. С оқушы сандарды өсу ретімен жазады. Дескрипторы: бірінші, үш таңбалы сандарды табады. Екінші, жанды табиғатқа нелер жататынын біледі. Үшінші, сандарды өсу ретімен жазады. Саралаудың негізгі әдістерінің бірі тапсырмалар арқылы саралаудың негізгі әдістерін тапсырмалар арқылы саралау әртүрлі қабілеті бар оқушыларға тапсырмаларды беру арқылы оқушылардың өз бетінше тұжырым жасау, топ алдында өз тұжырымын айта білу, ойын қорғай білу қабілетін дамытуды саралап қолдану. Саралап оқытудың тиімділігі әрбір білім алушыға мақсатқа қол жеткізуге ықпал етеді. Қалыптастырушы бағалау бас бармақ әдісі. Қысқа мерзімді жоспар құруда тренерім бағыт беріп қолдау көрсете білді. Теориялық білімді тиімді түсіндірілген тренерімнің жүйелі жұмысы арқасында қысқа мерзімді жоспар жасақтауды түсіндім. Ықшам сабақ өткізу барысында қысқа мерзімді жоспар галереясы әдісі бойынша әріптестерімнің берген ұсынысы негізінде қысқа мерзімді жоспарыма өзгеріс енгізіп, жұмыс бағытын түсіндім. Ықшам сабақ әсері тәжірибе алмасуға септігін тигізді. Өзімнің жұмысыма тренерден қолдау болды. Кәсіби тұрғыда дамыдым. Әріптестерім Көбенова Нағимадан кері байланыс алдым. Жаңа идеяларды туындата білдім. Алдағы уақытта өз тәжірибемде жұмыс жүргізуде қысқа мерзімді жоспарды құруда тиімді оқыту әдістерін қолданамын. Мақсатта қысқа мерзімді жоспарлай алу.